Ассалаумағалейкум достар. 18 қыркүйек. Біз өзіңмен күрес жобасы аясында таңғы жаттығуымызды жасадық. Келесі бізде 15 минуттық сабақ. Әдеттегіндей Мақсат Халық мырзаның сабағы. Назарларыңыз экраныңызда болсын. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Үшінші, сонда өзіңіздің немен қызығушылығыңыз қандай, хоббиіңізді айтасыз. Төртінші, кімнің алдында сөйлеп жүрсіз? Осы төртеуін қамтып, 2 минутта өзіңіз туралы ақпарат беру керексіз. Және де 2 минут толық толу керек. Егер 1 минутта бітіп қалса, онда біз үндемей тұрамыз. Егер 2 минуттан асып кетіп жатса, тағы да көп дүние айтып үлгермей қаласыз. Демек, соның ішіне сыйдыру керек қой барынша. Соңында мен 1 минут қалған кезде бүйтіп көрсетемін, 1 минуттарыңыз қалды деп көрсетемін. Сосын 10 секунд қалған кезде көтеремін да, кері қарай санап бітіреміз. Сол кезде тоқтау керексіздер. Және бәрі шапалақ ұрады сол кезде. Және де өтініш жасадық, осында отырған азаматтар сіздердің көздеріңізге қанша рет қарады, осында сөйлеп тұрған адам. Соны санап отырыңыздар іштей. Маған 1 рет қарады, 2 рет қарады деп іштей санап отырыңыздар, Болды. Онда кімнен бастаймыз? Ал Айдын бауыр келіңіз. Сіз өткен жолдан бері көріп қалдыңыз. Өзіңізді таныстырып, көпшілікке. Үстіне шықсаңыз да болады. Ассалаумағалейкум. Өзімнің күрес жобасындағы барлық ағайын бауырлар, қайырлы таң, сәттілік тілеймін, әр таңдарың берекелі болсын. Мен өзім бұрынғы Шығыс Түркістан өлкесінен келгем. Буршын деген ауданнан Қаражал деген шаһар бар. Табиғаты бөлекше, қыста қар борап тұрады, үйдің бәрін. Қар жауып қалады. Жазда боран шашын құм көміп тастайды. Жаз тұрым маса шіркей толып тұратын сондай бір табиғаты бөлек әдем жерден келгем десек. Сол 2006 Қытайдан Буршыннан сол 11-ді бітіріп, осы Арманғалы Алматыға келген болатымыз. Содан дайындық оқыдық, Түркістанға барып 1 жыл. 2008 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түсіп, 4 жылымызды тамамдап, осы Алматыға табан тіреп қалдық. Туризм мамандығы, осы тауға шығу альпинист десең. Сонымен енді бала шағалы болып, осында Алматыда өмір сүріп жатырмыз енді. Бәлентей мақтанып айтатын бизнесіміз жоқ, сол алып сатарлықпен сол аса ауқатымызды тауып жүрген жайымыз бар. Хоббиім доп теу болатын, әзіріне тауға шыққанға алмасып кетті. Сіздермен танысып, сіздермен араласқаныма өте қатты бақыт сезінемін. Рахмет сіздерге. Жасай беріңіздер. Жаса Қазақстан. Алға Қазақстан. Өзіңмен күрес. Тоқтаңдар. Әлі 10 секунд бар. Салмағым 110-нан 95-ке түсті. Бұл результат. Бітті, қошемет. Жақсылап соғын. Кәнеки, қошемет. Ай, бәрекел. Тоқтаңыз Айдын бауыр, келіңіз. Мұнда келіңіз, мұнда. Шалқар бауырымызға кері байланыс жасайық. Бірінші қанда... Айдын бауырымызға, Шалқар деген Шалқар екен. Айдын бауырымыз ашық екен, Өзін еркін ұстайды екен, Жақсы. Туған жерін жақсы көреді екен, қатты, Айтпа деген. Жақсы. Стақар жоқ. Өтірік айтсалды ол. Туризм мамандығын бітірген екен, Жақсы. Өтірік айтсалды. Қарапайым қып қоя салды ма? Жай алсатарлық, Оны коммерциялық бизнес деп айтады. Жақсы.
сонымен жақсы өткенде айттық қой, кәсіпкерліктің түрлері бар деп, сонда коммерциялық кәсіпкерлікпен айналысады екен бұл кісі. Өте жақсы. Енді берекелі болсын. Басқа қандай жақсы жақтарын байқадыңыздар? Иә, қолын былай да істеді, былай да істеді, былай да істеді. Иә, жақсы. Ол өте жақсы. Иә. Қалай мысалға? Мысалы? Жоқ, әлі жаман жағын киген жоқ тұрады. Жақсы. Жақсы жақтарын бәрін айтып болдық па? Тағы не айтасыздар? Қалай? Сол. Енді кімге қанша рет қарады, соны айтайықшы. Қарамады сіздерге. Сіздерге де қарамады ма? Өйткені уақыт қана қарамады ғой. Сіздерге қарады ма? Қарады ма? Қарадың ғой, бәріне қарадың. Сізге қараған жоқ уақытта. Сен көрінбей қалсаң бұл менің. Жақсы. Қарау жағы онда кішкене болмай қалыпты, иә? Біраз жиркеніп тұрдың ғой. Ал енді қандай кеңес береміз Айдын бауырымызға? Не жетпей тұрған сияқты? Ой, сөз қоры. Ашыла алмайды. Ертең сөйлеймін деп келген жоқ мен. Жүгіріп келдім ғой мен. Жүгіргеннен ентігіп қалған ғой. Дұрыс. Жаңағы кешегідей айтқандай, адам өзіне физикалық күш түсірсе, ол қобалжу жояды екен да. Бұл кісінің қобалжу байқалмады негізінде. Бірақ қобалжу болды, иә, кішкене өзіңізде? Біраз болды. Біраз болды. Қалай жеңдіңіз? Бірінші рет қобалжуды. Бірінші рет сөйлеп тұрген мен өстіп. Осылай. Нормально десең. Қобалжуды қалай жеңдіңіз? Мынадан болды ғой деймін, Жүгіргеннен. Алдында кішкене салмақ түсірген, физикалық. Көп ақталады. Ақтала береді екен. Бір алмайды, көп өтпетті. Жақсы. Сен секілді бармақпен санайтын бизнесіміз жоқ. Уақыт жеу керек қой. Жақсы. Онда енді өзім тарапынан айтайын, Айдын бауырымыз, жақсы, сөйлегеніңіз жақсы, жесті да былай қолданудыңыз, айтып жатырсыз. Енді айнамен кішкене жұмыс жасап үйрену керек. Өзіңізге ыңғайлы жаңағы адамда андай болады, журналист көп кісілер, неге шығатын, эфирға шығатын. Өздерінің рабочий сторона деген болады. Рабочий сторона деген қай бетімен жұмыс жасайды деген. Мысалға, кейбір адамдар үшін сол жағы жақсы көрінеді да, әсерлі көрінеді. Сонда бүйтіп келіп та, нүктесін қоятын кезде басатын жерде сол жағын бүйтіп жаңағы айтып жіберіп отырады. Басыпенші қимылдап дегендей. Ол жаңағы эфирмен, жаңағы немен, камерамен жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Кейбір мысалға сол оң жағыңыз онша жұмыс болмауы мүмкін. Сондықтан сіз өзіңіз айнаға қарау арқылы, өзіңізді солай видеоға түсіру арқылы өзіңіздің жақсы күшті қырларын айқындау керек та. Қай жағынан сіз күшті көрінесіз. Сосын қандай жест қолданғанда күшті көрінесіз. Мен алдында айттым ғой, қолым бейтіп кеткен депші, жаңағышы. Кейін видеоны қарасам. Сондықтан оны да қарау керек. Өзіңізді видеоға түсіріп аласыз да, содан кейін көру керек. Айнаға бірінші көріңіз. Мен былай істесем қалай көрінемін, былай істесем қалай көрінемін, былай жасасам қалай көрінемін. Жаңа әрбір соны әдемілеп көріп аласыз. Өзіңізге ұнайтындай болған кезде сөздің арасында қолдана бастайсыз. Сондықтан да ол үнемі өзіңізді өзіңіз түсірумен. Үйдегі достарыңызды ұстатып қойып видеоға түсіріп, өзіңізді жан-жақтан қырдан көру керек екен да. Тек қана алдынан ғана емес, жаңа айнаға түсіру керек қой. Сонда өзіңіз көресіз. Қалай тұрсыз, тік тұрсыз ба, еңсеңізді биік ұстап тұрсыз ба? Ол өте үлкен рөл ойнайды. Сіз былай жайып тұрсаңыз, ол аудиторияға дұрыс өтпейді. Аудиторияның алдына шыққан кезде еңсеңіз көтеріліңкі, солай тұру керек. Және де жаңағыдай аяғыңыз екі иықтың ортасында, екі иықтың деңгейінде, және қолды былай жаңағыдай. Осыны үйреніп алыңыз. Қолыңызды өстіп қойып арасындашы. Сосын сөйлеген кезде бұл ыңғайлы жест қолданған кезде орнына қайтып келтіре аласыз. Бүйтіп артта ұстап отырсаңыз, қолыңызды бүйтіп қимылдатып артқа қарай тартқаннан ол қандай үлкен уақытта, ол ыңғайсыз. Сондықтан мынау ең ыңғайлы. Арасында бүйтіп жіберіп қойсаңыз болады қолыңызды, бірақ жұмып алмаймыз, төбелесуге шақырғандай болмау керек. Ашық, алақаныңыз ашық. Мен сіздермен ашық сөйлескім келеді дегенді білдіреді. Сосын сөйлеген кезде де жест қолданған кезде былай емес. Мынау деген сөз өктемділікті көрсетеді. Сіз мен жоғарымын, сіздер төменсіздер дегенді көрсетіп қалуы мүмкін. Бірақ сіздің ойыңыз ондай емес. Сондықтан да көбінесе былай болу керек қой. Мысалға сіз дегендей. Былай істесеңіз дегендей. Былай да болмау керек. Адамға былай нұқығанда болмайды. Ол деген жаңағыдай біртүрлі қабылдайды дегендей. Осындай қарапайым ғана элементтерді біліп алу керек. Және де Айдын бауырымызға айтқым келеді.
көркем сөздер қосу керек та сөздің арасына. Ол қанатты сөздер, ол Абай атамыздың сөздері, иә? Мысалға, жаңа табиғатты сипаттап атқан кезде де бір әдемі Абай атамыздың жолдарымен әкеп, немесе Мұқағалидың бір әдемі жолдарымен әкеп сөйтсеңіз, онда ол әсерлірек болады және аудиторияға өтімдірек болады. Міндетті түрде бір мақал мәтел, міндетті түрде бір жаңағы арасында қанатты сөздер қолдану. Ол сіздің айтып жатқан сөздеріңізді кеңейтеді. Оны қалай үйренемін дейтіндер бар ғой. Мен білмеймін мысалға, білмеймін, қолдана алмаймын дейтіндер. Онда былай істейсіз. Жай ғана өзіңіздің телефоныңыз заметки деген бар ғой жаңағы. Сол жерге жазып жүріңіз. Әдем қанатты сөз бір кісі айтып қалды, естідіңіз ба, жазып алыңыз. Естіп қалды ма, жазып алыңыз. Сосын тіпті досыңыздың туған күні болып жатқан кезде қорықпай, ұялмай ашып, мынандай сөз бар екен деп оқып, соның кейін соны тарқатып айтып беріп бастасаңыз, кейін ана сөз есіңізде сақтала береді. Кейін ана заметкада керек емес, ол жатталып қалады өзіңізде. Сосын өзіңіздің сөзіңіз арасында пайдаланып, қолдана беретін боласыз. Ал онда қошемет дейміз. Айдын бауырым, рахмет. Сіз мықтысыз, супер. Ал енді Нұрмұхамед бауырым, келіңіз. Нұрмұхамед. Ойбай. Жерге сүйін ба? Біздерді жоқтан бар еткен, онсыз осы 18 мың ғаламда жаратқан Алла тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. Біздерді осындай күшті ортада, керемет ортада біздерді жолықтырған Алла тағалаға сондай мадақтар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қазақтың құлы, қазақтың ұлы, Ерғали деген кісінің 3-ші ұлы болам. Өзім Түркістан елінде 2004 жылы 24 мамыр айында, яғни мамыр айының 24 жылдызында дүниеге келгенмін. Өзімді қысқаша таныстыруым осылай. Өзімнің мамандығым қысқаша айтқанда ислам танушымын. Енді болашақ дін қызметкерімін. Осы ислам саласында жүргеніме өте біраз жылдар болды. Өйткені мені кішкентай кезімнен бастап осы ата-анам дінге баулыды. Дінге баулып өсіріп, осылай Сарыағаш медресе колледжінде 4 жыл бірге сол жақта 4 жыл оқып, сол жақта Құран жаттадым толығымен. Сосын одан соң осы 1 жыл 2023-2024 жылы Құсамуддин Ас-Сығанақи атында ижаза беру орталығында 1 жыл ижаза алдым Құраннан толығымен. Менің ұстазым, яғни мысырлық араб кісі болды, Ибрахим Шағбан деген. Сол кісіден 1 жыл бойы Құранды толығымен тапсырып, Хафс және Шоба деген 2 риуаяттан ижаза алдым. Енді хобби деп жаңағыдай Мақсат ағамыз айтып кетті. Хоббиім жалпы жүгіргенді жақсы көремін. Енді ол спорт қой. Яғни пробежка. Сол нәрсе өте өзіме қатты ұнайды. Енді сіздермен жолыққаныма өте қуаныштымын. Мен енді бұл жерге алғаш рет келіп отырмын. Өте бұндай негізі орталарда көп сөйлемегенмін. Мен бірақ мешітте қызмет еткен кезде бір уағызға шыққан кездер болған. Енді биыл алғаш рет осы Рамазан айында алғаш рет шықтым. Бірақ ол кезде өте қиын болды. Бұл қазіргі ситуациядан өте қиын болды. Ол кезде халық өте көп болды. Енді барлықтарыңызға көп рахмет. Мені барша құлақ салып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Уақыттарыңызды алсам ренжімеңіздер. Ай, бәрекелді. Ал Нұрмұхамед бауырым, жақсы. Келіңіз, осында тұра тұрыңыз. Нұрмұхамед бауырымызға кері байланыс жасайық. Бірінші жақсы жақтары, өзін еркін ұстады, ойын жүйелі жеткізді, өзі көпшіліктің алдында сөйлеп жүргені байқалады, иә? Сол төртінші пунктке қатысты айтпай қалды, өзі кімнің алдында сөйлеп жүргені туралы естімей қалды. Демек, осы жерде қосып кетейін, мен мүлде ешкім алдында сөйлеп жүрген жоқпын. Бір-екі рет сөйлегенмін, мешітте жаңа айтқанымдай. Мешітте жамағатта бір-екі рет, 2-ақ рет шыққан, басқа мүлдем болмаған. Жақсы. Аудиторияның қобалжу бар, иә? Қатты қобалжу бар. Ол қобалжуды қалай жеңуге тырыстың? Тырысқан жоқпын, жай ғана еркін сөйлей бердім, болды. Еркін сөйлей бердім. Жаңағыдай байқайсыздар ма, көрдіңіз бе? Қобалжу болған кезде адам былай қолын былай сермесе, қобалжу кішкене басылады, білінбей қалады екен. Сонда бірақ қолыңыз дірілдеп кетпеу керек та, ең бастысы, қолыңыз дірілдеп кетпеу керек. Сосын қолыңызды былай мыжып-мыжып жібермеу керексіз да, бүйтіп ше. Бүйтіп мыжып жаттыңыз ба, ол сіздің бүйтіп қолын бейте бастайды. Немесе қолында ручка болса, ручканы шықырлата бастайды, қағаз болса, қағазды мыжа бастайды. Ол кәдімгідей қобалжудың көріністері. Андай кейде кейбір кісілер трибунадағы тұрып алады, жабысып, содан шықпайды да, мысалға болды. Ал бірақ халықтың алдына шыққан кезде ол трибуна сөз бастауға ғана керек шығар бәлкім. Иә? Бірақ сосын шығып кету керек та одан.
халықтың алдына шығып кәдімгідей сөйлеп өзіңіздің ойыңызды айтып содан кейін жаңағы бір жерде тұрып бір жерге қарап жеткізу ол жеткізудің ең төменгі формасы. Сіз өзіңіздің ойыңызды айтты, сізді тыңдағысы келген адам ғана тыңдайды да ондай кезде. Сол үшін өйтіп тұрмау керек. Міндетті түрде әркімнің көзіне бір қарау керек, бәріне байланыс орнату керек. Сосын жаңағы бір орында ғана тұрып қалмай, жаңа ой қозғап жатқан кезде орныңыздан жылып. Ал енді мысалға Адам Смит былай айтқан деген дейді. Енді біздің Абай атамыз өз сөзінде былай деген. Алдана халқымыз мынандай мақал мәтел айтқан осыған байланысты дегендей, әр ойды айтқан сайын қозғалып аудиториямен байланыста отырсаңыз, ол өте жақсы. Өткенде айттық, осындай 20 адам болса, әркім көзіне қарап шығасыз. Ал енді 200 адам болса, онда аудиторияны 4 бөлікке, 5 бөлікке бөліп, әр бөлікті жеке-жеке ұстап, солай байланысқа ұстауға тырысу керек та. Сосын Нұрмұхамед бауырымызға қандай тағы жақсы жақтарын байқадыңыздар өздеріңіз? Жүзі жылылық бар, иә? Әрине діннен жаңа хабары бар екендігі көрініп тұр. Ол да өз қарилық деген ол құрметке тұрарлық дүние үйренетін жақсы. Ол да бір үлкен мынандай адамның өзімен күресі деп айтқан кезде. Мен де сөйтіп бағалаймын, өйткені біз қазір күнде осы тауға шығып жүргеніміздей, Құранды жаттауда олай адам екінің бірінің қолынан келмейтін дүние. Сондықтан ол да бір адам өзін өзі жеңе алады деген сөзде өзімен өзі жұмыс жасайды дейді. Жаңа жүгірумен айналысады дегеніне сондай бір нені білдіреді, сондай өзімен өзі жұмыс жасайтын азамат. Ал енді тағы да қандай сөйлегеніне қатысты, интонация дейді, дауыстың интонация, ырғағы. Дауысы жақсы, дауысы жақсы. Ертең бұл кісі халықтың алдына шығып уағыз айтса, қабылдана ма? Өтеді. Жақсы. Тағы енді қандай кемшіліктерін байқадыңыздар? Не жетпеуі мүмкін? Кімге қанша рет қарады? Сіздерге қарамай қалды ғой деймін, Сіздерге қарады. Сіздерге қарады. Екі қырыңыз. Екі қырыңызды қарамай қалсыз. Тағы қандай кеңес бересіздер? Аха. Сондай балаларға менің айтар бір ауыз кеңесім. Сөйлеген кезде сөз қорын молайту керек та. Ол үшін қазақтың тарихынан, қазақтың руханиятын керектерді, сондай кітаптарды көп оқу керек та бұндай жерде. Ертең сол кезде нұр үстіне нұр болады және халықтың алдында халықты алып кете алады. Алаң болып қалмау керек. Дұрыс. Жақсы. Онда әдеби кітаптар оқып бастау керек та арасында шы. Әдеби кітаптар. Оқимын ғой. Қандай кітаптар оқыдыңыз? Әртүрлі. Сол оқыған кітап айтасың ба? Әдеби кітаптарды. Әдеби ма? Қазір ойланып көрейін. Енді қазақша емес бірақ. Проблема бізде осы қазір. Қоғамның дерті. Батыстың кітабы. Бізді қазіргі ұстаздардың да түсірініп жатқан осы енді бұл жас қой. Бұйырса болашақ ұстазда, болашақ халық руханият өстендіктер. Сол жағынан енді просто жас елу өтіп келе жатқан айтып жатырмыз. Бір-екі кітап айтыңызшы, оқып шығу керек. Мен просто авторларды айтайын. Ағайынды, білесің, Мұхтар Мағауин деген. Мұхтар Мағауин еңбектер. Білесің. Жақында уже 30 томдық шықты. Міндетті түрде сол тауыс. Мұхтар Мағауин тауысқаннан кейін уже ары қарай тауып. Сол кісі де, сол кісі. Басқа авторлар? Көп қой. Жақсы. Ондай болса қазіргі сәтте. Дұрыс, қабылданды. Демек, әдеби қазақы тілде жатық жеткізсе, ол нұр үстіне нұр болады деген сөз ғой. Өте жақсы. Одан тарихтан да ақпараттар. Жақсы. 20 минут болып кетті ма? Жақсы. Мен осында жаңа бір пікір айтып кетейін деп едім. Не айтайын деп едім ойымда? Так. Бір кеңес ретінде айтатын бар еді. Жарайды, онда есімізге түссе айта жатармыз. Есімізге түссе айта жатармыз, иә. Ондай болса, құрметті аудитория, осы пікірге атсалысып, әрқайсымыз сөйлеп жатқан, мен ойымша нұр үстіне нұр. Әрқайсымыз сөйлеу керекпіз. Келер жолдарда жаңағындай бір шумақ өлеңнен жаттап келіңіздер. Соны өткенде тура Шалқара бауырымыз қалай практика жасады, сондай бір интонациямен 5 рет 5 деңгейде айтып үйрену керекпіз да айқайлапшы. Ол да кәдімгідей сіздерді нетуге. Ол кәдімгідей тапсырма болсын. Әрқайсыларыңыз бір шумақ өлеңнен келесі жолға жаттап келіңіздер. Кімдікі болса да болады. Қошеметтеп қояйық. Жарайсыздар.